Қазір айтам 1-2-3 деп айтам, сөзді бастаймыз. Мінекей, кеттік. 1-2-3 Ерболдың оқырмандары қайырлы күн болсын баршаңызға. Бүгін бізде қонақта Гаухар ханым. Қалыңыз қалай? Көңілге қалай? Шына? Бәрі жақсы ма? Сіз әлі бүйтіп андай бір напряжениеде отқан сияқты. Напряжениеңіз босатыңыз. Папаңыз артта отқан соң қобалжыдыңыз, шыныңызды айтыңыз. Қобалжыған жоқсыз ба? Бәрекелді. Енді бүгінгі сабақ қалай өтті? Жалпы шыныңызды айтыңыз тек қана. Ұнады ма? Жеңіл өтті. Өз автокөлігіңізде міне келіп отырсыз, сондай оландыр. Міне оқырмандар, дополнительный педаль жоқ, дополнительный педальсіз, опытсыз бүгін жүріп өттіңіз, иә? Не есіңізде қалды жүрген уақытта? Мен қандай ақпаратты айттым сізге? Не есіңізде қалды көбірек? Түк есімде қалмады. По-моему, ештеңе айтпаған сияқтысыз деп қойсаңыз жарайды. Мен әкеңіз артта отқанда қобалжыдыңыз ба? Шыныңызды айтыңыз. Ол кісінің отқанда қобалжымадыңыз ба? Негізі Басында қобалжыдыңыз, иә? Сосын маған сеніп ұмытылып кеттім ба? Иә. Негізінде